Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ең керемет, ең дәмді лапша салатын ұсынатын боламын. Ол үшін бізге сиыр еті, сәбіз, болгар бұрышы, сарымсақ, чеснок, тұз, бұрыш және де осындай лапша қажет. Ең алдымен етімізді жақсылап жуып дайындап аламыз. Содан кейін осылай ұсақтап төртбұрышты қылып тураймыз. Мінекей етімізді ұсақтап турап алдық. Ендігі кезекте сәбізімізді аршып, жақсылап жуып, осылай соломкамен тураймыз. Егер де сіздерде үлкен сәбіз болса, онда біреу жеткілікті. Керісінше кішкентай сәбіз болса, онда үшеу турасаңыздар болады. Менде мына орташа сәбіз болғандықтан мен 2,5 сәбіз тураймын. Сәбіздеріміздің барлығын турап дайындап болғанша біз етімізді газға қоямыз да үстіне 1 кесе су құйып жақсылап пісіріп аламыз. Етіміздің суы тартылғанша пісіреміз. Су тартылғаннан кейін осылай майымызды құямыз да енді жақсылап қуырамыз. Осылай етімізді қуырып аламыз. Оның үстіне 1 пиязымызды турап қосамыз. Бұл салатымыздың дәмі өте ерекше болады. Бір жеп көрген адам міндетті түрде ғашық болады. Етіміз бен пиязымыздың үстіне жаңа туралған сәбіздерімізді қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Бұл біздің салатымыздың подлифі болып саналады. Мінекей жақсылап араластырамыз. Осылай оның үстіне соль по вкусу дейді ғой. Өз қалауларыңызбен тұзын, бұрышын салып араластырамыз. Сәбізіміз біраз жұмсарып піскенше бұқтырып қоямыз. Ал біз болгар бұрышын жақсылап жуамыз да, оны да соломкамен тураймыз. Болгар бұрышынан кейін чесногымызды да ұсақтап турап аламыз да, барлығын подлифімізге қосып араластырамыз. Бұл салаттың иісінің өзі адамның тәбетін ашады. Мінекей осылай жақсылап араластырып аламыз да, оның үстіне тағы біраз тұз сеуіп, қызыл бұрышымызды саламыз. Подлифіміздің қақпағын жауып 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне 5 минут уақыт өтті. Біздің подлифіміз дайын болды. Енді астын өшіріп қоямыз. Біз енді кеспесін пісіруге кірісеміз. Енді газға суымызды құйып қоямыз да, оның үстіне 1 қасық тұзымызды салып қайнағанын күтеміз. Менде мына су уже қайнап жатыр. Оның үстіне мұндай лапшаларымызды салып пісіреміз. Мен 3-3-тен пісіретін боламын. Жаңағы 1 пачка лапшаның барлығын пісірмейсіздер, себебі лапшамыз көп болып кетеді. 3-3-тен 2 рет пісірсеңіздер жеткілікті. Мінекей біздің лапшамыз қайнады. Енді осыны 3 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің лапшамыз да дайын болды. Оны сүзіп аламыз да, суық суға 1 жуып аламыз. Келесі лапшаларымызды да тура солай пісіріп аламыз да, суық суға сүзіп аламыз. Міне біздің лапшаларымыз дайын. Енді осының үстіне бағанағы подлифімізді салып жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің лапша салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Егер де менің салатым сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар болады. Сіздермен болған Айгерім. Апта сайын жаңа рецепттер күтіңіздер.